Сәлем достар, бүгін сіздермен балалық шақты еске түсіретін осындай коржикалар дайындаймыз. Ең алдымен бізге қайнап тұрған ыстық сүтімізді қантымыздың үстіне құйып алып, жақсылап қантымыз ергенше араластырамыз. Оның үстіне сары майымызды ертіп алып саламыз, тағы да араластырамыз. Бұл жерде қантымыз жақсылап еруі керек. Жұмыртқамызды тысымызға салып алып, жақсылап араластырамыз. Жарты бөлігін емес, кішкене ғана алып қалсаңыздар жеткілікті, қалғанын қосамыз. Оны бетіне жауға алып қаламыз, осындай кішкене бөлігін. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып, ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, қамыр илейміз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр болады, қолға жабыспауы керек. Осы тұста енді қамырымызды жайып аламыз. Достар, бұл жерде қамырларыңызды жұқа жайып қоймаңыздар. Егер жұқа жайып қойсаңыздар, сіздің коржиктарыңыз піскен уақытта қатып қалады да дұрыс шықпайды. Сол үшін барынша қалыңырақ қылып жайсаңыздар да ештеңе етпейді. Менде арнайы осындай форма бар, формаларымен осындай әдемі бөліктерге бөліп алдым. Бұндай форма болуы да міндетті емес. Өздеріңіз қалауларыңызша бірнеше бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Мінекей осындай қалыңдықта болып шықты. Бұдан жұқа қылып қоймаңыздар, бұдан жұқа қылып жаймаңыздар. Осы орайда пешімізді қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз. Барлығын жаңа кішкене алып қалған жұмыртқамен бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай ғана пісіріп аламыз. Одан көп ұстасаңыздар қатып қалады. Мінекей біздің коржиктарымыз дайын болды. Дәл осылай күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.